Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар? Мен өздеріңіз білетіндей Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің педагог-психологы Қалубай Айбаламын. Қазіргі таңда қашықтықтан оқыту кезінде балдарыңыз өз отбасыларыңызбен бірге, біз шәкірттерімізбен тек әлеуметтік желі арқылы жүздесіп сұхбаттасып отырмыз. Құрметті ата-аналар, мен сіздерге осы орайда психологиялық қолдау көрсеткім келеді. Қазақстанда алғаш рет төтенше жағдайға байланысты еліміздің әрбір оқу орнында уақытша ұйымдастырылған қашықтықтан оқыту қазіргі таңда өз жұмысын бастап кеткен. Осы орайда ата-ана мен бала арасындағы тығыз байланысты орнатып, жағымды қарым-қатынас жасаудың рөлі өте зор. Қашықтықтан оқытылатын студенттердің ата-аналарына психологиялық кеңес. Баланы тәрбиелеу үздіксіз процесс. Балаңыздың бойынан адами қасиеттерді көргіңіз келсе, батыл, ержүрек, шынайы, сабырлы болып өсуін қаласаңыз, күнделікті мына сөздерді айтуды әдетке айналдырыңыз. Балам, мен сені өте жақсы көремін. Бұл сөзді күніне кем дегенде 2-3 рет айтсаңыз да артықтық етпейді. Сен менің бақытымсың. Балаңызбен өткізген әрбір сәттен ләззат алып үйреніңіз. Сен ақылды баласың. Балаңызды еркелетіп тұрыңыз. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Балаңызға сенім артыңыз. Менің өмірімде бар болғаныңа рахмет. Бала сіздің шексіз махаббатыңызды сезіну керек. Батыл бол, қалаған ісіңмен айналыс. Баланың қызығушылығы мен қабілеттерімен санасыңыз. Бала сізге ұнайтын істермен айналысуға міндеттемеңіз. Менімен сырласуға қорықпа. Бала өсе келе өз достары, өз ортасы пайда болады. Жұрттың баласы деген сөзді мүлдем қолданбаңыз. Бұл кезде бала сырын ойын ашық айтып үйренеді. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың жетістікті мен дәрежесі үшін сол қалпында сөзсіз қабылдап, жақсы көретіндерін сездірдіңіздер. Қателескен үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз. Басқа балалармен оны салыстырмаңыз. Баланың сұрақтарына жауап берген кезде шын және шыдамдылықпен жауап беріңіз. Күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіңіз. Баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз. Балаға баға бермеңіз. Оның іс-әрекетін бағалаңыз. Табысқа күшпен жетуге болмайды. Сондықтан балаңызға күш көрсетіп, тапсырманы орында деп талап етпеңіз. Баланың қателік жіберуге құқығы бар екенін айтыңыз. Баланың бақытты кездері банкісі туралы ойланыңдар. Үлкендер балаға қалай қараса, бала да өзіне солай қарайды. Жалпы өзіңіздің балаңыздың орнына қойып отырып үйреніңіз.